Армысыздар, Қазақмет көрермендері. Бүгінгі біздің пайдалы кеңесіміздің тақырыбы жалбыздың адам ағзасына қандай пайдасы бар, сол туралы болмақ. Сіздермен бірге мен, Қасен Айданы. Жалбыздың пайдасы ерте заманнан белгілі. Оны ең алдымен ата-бабаларымыз көне заманнан пайдаланады. Оның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген элементтер бар. Яғни, емдік мақсатта жалбыздың жапырақтарын қолданған. Жалбыздың пайдасы ата заманнан ертеден белгілі. Оның жапырақтарын осы тұнба ретінде пайдаланып, күніне 2-3 қасықтан салып ішіп отырған. Жалбыздың көптеген ауруларға, яғни асқазан ауруларына, ұйқысыздықта және де осы іш ауруларында қолданған. Жалбыздың емдік қасиеті мол. Ол ағзамызды жылытып, тазартады. Оған қоса ас қорытуды жақсартып, жел айдайтын әсері бар. Табиғи антисептик болып табылатын жалбыздың барлық түрлері де пайдалы. Жалбыздың адам ағзасына пайдасы бар екені белгілі. Сонымен қатар, оны бет терісінде де және косметология жағынан пайдасы орасан зор. Ол үшін осы жалбыздан арналған кремдер және маскілер қазіргі таңның өзінде көптеп қолданылады. Ол құрғақ теріге және де майлы теріге арналған кремдер болып, адамның бет терісін әрлендіріп, сұлулығын нығайтады. Халық медицинасында жалбыздың пайдасы туралы айта беретін болсақ, қазіргі таңның өзінде жалбыздан жасалған шайдың осы грипп кезінде, тұмау аурулары кезінде, етеккірдің дұрыс келмеуі кезінде жақсы көмектеседі. Және де осы іш ауруларында іш өткен кезде және ішек құртын кетіретін қасиеті мол. Қазіргі таңның өзінде халық медицинасымен және де фармакологиялық жағынан тексерілген жалбыздың қасиеті өте құнды және де құрамындағы элементтері адам ағзасына өте пайдалы. Жалбыздың емдік қасиеттері өте мол екенін айта кеттік. Сонымен қатар, оның бірақ қарсы көрсеткіштері бар. Оны қан қысымы жоғары адамдарға, яғни артериялық қан қысымы 120-дан 80, 140-қа 80 жоғары адамдарға және де 6 жасқа толмаған балаларға жалбызды ішуге болмайды. Полиартрит, артроз, артрит ауруларында осы күннен бір уақыттан кепкен жалбыздан ванна жасап түсіп отыру керек. Ауруларға, яғни буын аурулары кезінде пайдасы, әсері өте мол. Осымен біздің жалбыз пайдасы туралы пайдалы ақпаратымыз аяқталды. Егер де сіздердің кәделеріңізге жарап жатса, біз қуаныштымыз. Біздің арнаға жазылыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар және өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.